Сәлем достар, біз бүгін қазіргі кездегі хит деп айтамыз, қазіргі трендтегі деп айтамыз, осындай повязка тоқитын боламыз. Мен крючокпен тоқыған түрін көрсетемін, жалпы сыммен тоқсаңыздар да болады. Оны да көрсет десеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер, ол түрінде көрсететін боламын. Сонымен біз қазір мамасы мен қызына жалпы маған заказ берген еді. Мен уже қызыныкін тоқып қойдым. Сіздерге көрсету үшін, қалай тоқылу жолын көрсетіп отырып, тоқу үшін кішкентай қыздыкін тоқып қойдым. Мен 7 айдан жоғары келетін қызға тоқыдым. Яғни мен жұқа жіппен тоқыдым. Себебі күн жылы болған кезде киеміз деп заказ берді. Қазіргі кезге келетін болсаңыздар, сіздер кішкене қалыңдау жіппен тоқсаңыздар да болады. Ол кішкене қалыңдау болады. Сондықтан да жіп таңдаған кезде, тоқитын кезде қалыңдығына да кішкене мән бересіздер. Мен жұқа жіп алдым. Бізде 100 граммда 270 метр әлизе осындай жіппен тоқыдым. Егер сіздер қалың болса, дәл осы жіпті екі қабаттап тоқсаңыздар болады. Егер сіздер мынандай дәл осындай 2 маток емес, сіздерде бір ғана маток болатын болса, сіздер былай тоқисыздар оны. Мына өзінің жұмыс жіптің кәдімгі ұшын, бірінші ұшын алып аласыздар. Одан кейін барып екінші ұшын бізде мынандай буманың өзі ортасына қолдарыңызды кіргізіп шығарып аласыздар. Былай содан ұшын тауып алып тоқсаңыздар болады. Мен енді шығармаймын, себебі бір ғана жіппен жұқа қылып тоқығандықтан сіздерге просто қалай тоқылу керек екенін бір бума жіпті сөгітіп екіге бөліп уақытты алмай, осылай ортасынан шығарып алып тоқсаңыздар болады. Енді ары қарай біз мамасына қазір тоқитын боламыз. Енді мен бұл жерде мамасына қазір сіздерге қалай тоқылу жолын көрсетейін, одан кейін өлшем қалай алу керек екенін көрсететін боламын. Бізде 7 айлық қызға мен қазір өлшемін сіздерге өлшеп көрсетейін. Мен 10 сантиметр ғып тоқыдым қызға, яғни 1 жасқа дейінгі қыздарға 10 сантиметр ғып тоқыған дұрыс, себебі кішкене үлкендеу болып кетеді басқа. Ал 4 жас, 5 жас, 6 жас, 7 жас деп кішкене жасына қарай нететін болсаңыздар, үлкейтесіздер. 11, 12, 13-ке дейін үлкейтуге болады. Ал егер сіздер мамасына, яғни үлкен адамдарға тоқитын болсаңыздар, 15-16 сантиметрге дейін тоқисыздар. Егер өлшемін алатын кезде солай ғып жасаңыздар. Одан үлкен болса, повязка болғаннан кейін кішкене аккуратно баста ғана тұру керек. Ары қарай созылып, не болмаса кішкентай болып қалған тоже да болмайды. Кішкентай повязкалар бар, но оның модельдері өздері тоқылу жолдары болады. Оны да алдағы уақытта мен салатын боламын видеоға. Қазір біз осы модельді, қазір осылар хит болып жатыр, осылар көп адамдар сұрайды. Сондықтан да дәл осы модельді мен сіздерге көрсетіп, дәл осы модельдің размерін сіздерге айтып отырмын. Міне 1 жасқа дейінгі балаларға 10 сантиметр ғып алдым. Міне енді маған ұзындығы, яғни басының өлшемі бізде 44 сантиметр болды. 44 сантиметр болды, ал ұзындығын тоққан кезде мен 44 сантиметрге дейін тоқыған жоқпын. Оны мен қазір видеоның соңында көрсететін боламын. Қалай өлшеу керек екенін, сонымен видеоның соңына дейін қараңыздар. Біз бастайық. Біз жібімізді аламыз. Мен 3,5 крючок алдым. Енді жіпке байланысты жалпы 2,5 ғып алса да болады, но 2,5 емес, мен 3,5 крючокпен тоқуды жөн көрдім. Сонымен біз жібімізді аламыз. Крючокпен мен 25 ілмек тоқиын қазір. Ал анасына мен тоқыдым 35 ілмекпен тоқыдым. Біз енді қазір тоқып бастаймыз. 25 ілмек тоқиын мен үлгі ретінде көрсетейін. Жалпы мен анасына тоқыған кезде 35 ілмек алдым. Ал қызына 25 ілмек алдым. Анасының басы кішкене кішілеу болғандықтан мен қатты үлкен ғып алмадым. Мен айттым ғой, үлкен адамдарға 15-16 ғып алған дұрыс деп. Мен анасына 12-13 сантиметр ғып алдым ұзындығын. Себебі өзі анасының айтуы бойынша солай жасадым. 35 ілмекпен тоқыдым осы жіппен. Енді оның жіптің, бұл жерде ілмектің саны маңызды емес сіздерге. Сіздер оның барлығын өлшеу арқылы
тоқитын боласыздар. Себебі бір адамның жіптері қалың болуы мүмкін, одан мынадан жұқа да болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде сіздер санға емес, өлшемге қарағандарыңыз дұрыс. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Бізде 25 ілмек болды. Сіздер осы ілмектерді іліп алған кезде өлшеп, осыған қарап барып тоқымаңыздар. Себебі бізде тоқу барысында бұл мыналар кішірейеді. Бізде мынаның арасына ілмектерді тоқимыз ғой, сол кезде бізде кішірейеді. Одан кейін тағы да тоқып болғаннан кейін тартқан кезде тоже да біздің тоқып атқан ұзындығымыз ені тағы да кішірейгендіктен біз мынаны өлшем қылып алмаймыз. Бұны тағы да бір 3-4 тоқып болғаннан кейін 3-4 ряд тоқып болған, яғни 4-5-6 рядқа дейін тоқсаңыздар болады үлгі ретінде. Содан кейін барып өлшейсіздер. Басында енді мен қазір үлгі көрсетпей ақ қояйын, сіздер өздеріңіз өлшеп қарап аласыздар. Мен қалай тоқылу жолын сіздерге көрсететін боламын. Мен 25 ілмек іліп алдым. Тағы да бір воздушный ілмек іліп аламыз, ауа ілмегін. Сосын екінші рядты тоққан, осы бірінші рядымызды ары қарай тоққан кезде біз мына тоқып алған ауа ілмегін емес, мына тұрған, мына ауа ілмегі бірінші ілмеге, мына екінші ілмектен бастап тоқимыз. Ортасынан аласыздар крючокты, жұмыс жібін тартып аласыздар да, осылай без накида осы ілмектердің барлығын соңына дейін тоқып шығасыздар. Міне. Сіздер тоқыған кезде санап отырғандарыңыз дұрыс. Әсіресе алғашқы осы рядтарды тоқыған кезде себебі басынан, аяғынан дұрыс жаңағыдай ілмектерді алмай қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан да тоқып, санап отырып тоқығандарыңыз дұрыс. Міне дәл осылай сіздер соңына дейін әр ілмекті ала отырып, соңына дейін тоқисыздар. Міне мен соңына дейін тоқып алдым. Енді біз осыны өлшеп, осы өлшеммен қарайтын болсақ, бұл жерде де кішкене келмейді. Себебі мынау әлі созылған жоқ. Бір қалыпты тұрғандықтан, мына 12 сантиметрді көрсетіп тұр, сіздер көрініп тұр ма? 12 сантиметрді көрсетіп тұр. Біз ары қарай тоқимыз. Мысалы, мен мынаны тіктім, тарттым, бұлай создым, сол кезде менде 12 сантиметр емес, мына 10 сантиметрге кішірейді. Сондықтан да кішкене сіздер 3-4 ряд тоқып алып барып өлшегендеріңіз дұрыс, иә. Енді үлгі ретінде, егер ол үлкен болып атса, сөгітіп, қайтып не істейсіздер, кішкентай болып атса, қосасыздар деген сияқты. Бірінші, желательно осылай 4-5 рядтай осылай тоқып алып барып, өлшеп қараңыздар, иә. Мен енді бұл жерде қазір өлшеп қарамай-ақ қояйын, ешқандай сөгітпей-ақ қояйын, себебі менде мұнда 25 ілмек ілінді. Мен сіздерге қалай тоқу жолын көрсетуім керек. Міне, өлшеп алыңыздар деп отырған себебім, үлкен адамға тоққан кезде не кішкентай, не үлкен болып қалуы мүмкін. Қатты үлкен болып кетуі мүмкін. Міне қараңыздар, менде 25 ілмек мына жерде ілдім. Қазір де 25 ілмектен тоқып жатырмын. Міне менде созылмаған түрінде, міне қараңыздар, үлкен болып көрініп тұр. Мен оны ары қарай тоқыдым, созған кезде менде уже 10 сантиметрге мынау кішірейіп тұр. Сондықтан да міндетті түрде кішкене тоқып алып, содан кейін барып өлшеңіздер, қатты да көп уақыт кетпейді. Сондықтан бір 10 минут уақытты осы өлшемге арнаңыздар. Сразу бастап кетпеңіздер. Ертең уже үлкен қылып тоқып қойғаннан кейін барып тоже сөккен жалко болады. Сондықтан да алғашқы бір 5-10 минуттарыңыз уақытыңызды бөліп, осындай шамалы бір 4-5 ряд болса да тоқып, сосын оны шамалы созып, сосын барып өйткені басқа келген кезде бұл созылады, содан кейін барып өлшеп, содан кейін барып тоқуды бастаңыздар. Енді мен ары қарай сіздерге қалай тоқылу жолын көрсете берейін. Менікі өлшеніп қойған. Сондықтан да оны көрсетпей-ақ ары қарай тоқуды бастап кетейік. Мен де мына бірінші рядты толығымен тоқыдым. Сіздер де осылай бірінші рядты тоқып болсаңыздар, соңына келіп тоқып аяқтайсыздар. Содан кейін тағы да бір воздушный бір ілмек, ауа ілмегін іліп аласыздар да, мына жұмысты кері айналдырасыздар. Келесі бетке айналдырамыз.
кішкентай қызым енді ұйықтамай жатыр, қарайтын басқа ешкім жоқ, өзім ұйықтатып тоқитын едім. Жалпы тағы да балам ұйықтап жатқаннан кейін соны пайдаланып сіздерге тоқуды бөлісіп жатырмын. Сондықтан да кедергі емес деп ойлаймын. Кішкентай қызымның жылап жатқан жоқ, әңгіме айтып жатыр. Сондықтан кешірім сұраймын. Ары қарай тоқи берейік. Мынау екінші рядтың бірінші ілмегінен бастап тоқимыз. Яғни бізде жаңа біз воздушный бір ілмек іліп алдық қой, ауа ілмегін, ол міне мынау тұр. Біз оны емес, одан кейінгі тұрған ілмекті, яғни мына тұрған мынаны емес, біз екінші ілмектен бастап тоқимыз. Сіздерге көрініп тұр ма? Қазір жаңағы ауа ілмегін тоқымаймыз, одан кейінгі ілмектен бастап тоқимыз. Яғни біз мынау ілмекті толығымен былай алмайсыздар. Бізге резинка болып, осылай болып узор түсу керек. Сол үшін біз былай тоқимыз. Қараңыздар, біз былай алмайсыздар, осылай алып қоймаңыздар. Мына тұрған, осы тұрған екінші ілмегіміздің мынау екі қабырғасы тұр ғой. Осы екі қабырғасының арғы бетіндегі қабырғасына тоқимыз, яғни ортасына. Мына тұрған жүрек сияқты мына ілмектің ортасына крючогымызды кіргіземіз, яғни арғы қабырғасын тоқимыз. Мына осылай без накида тоқып шығамыз. Келесі ілмекті де солай. Мына жерден кіргізесіздер. Жұмыс жібін тартып аламыз да, мына без накида осылай барлығын тоқимыз. Арғы қабырғасына, яғни сіздер мынаны толығымен былай тоқитын болсаңыздар, толығымен алатын болсаңыздар, мынандай узор бізде шықпай қалады. Бізде әдемі көріну үшін, резинка шығу үшін, сондықтан да біз осылай арғы қабырғасынан тоқуымыз керек. Бергі қабырғасын алып қоймаңыздар. Арғы қабырғасынан тоқимыз, міне. Осылай сіздер барлығын соңына дейін тоқып шығыңыздар. Міне мен екінші рядты тоқыдым. Ары қарай біз мынау соңғы ілмекті ұмытып кетпеңіздер, себебі біз қанша ілмекпен бастадық, соңына дейін сол ілмекпен аяқтағандарыңыз дұрыс. Себебі егер сіздерде уже кішірейіп қалатын болса, дұрыс шықпай қалады. Сондықтан да мына соңғы ілмекті көп жағдайда ұмытып кететін кездер. Өзім тоқуды алғашқы бастаған кезде де солай болды. Мына бас жағындағысын, мына жақтарды дұрыс тоқымай қисайып кеткен кездер болды. Сондықтан да сіздер ол қателікті қайталамаңыздар. Соңғы ілмекті алуды ұмытып кетпеңіздер. Міне сіздермен бірге мен соңғы ілмекті алып, екінші рядымды аяқтадым. Енді біз тағы да бір ілмек, воздушный ілмек іліп аламыз, яғни ауа ілмегін. Қайтадан кері айналдырамыз да, үшінші рядымызды уже тоқимыз. Дәл жаңағы екінші рядты біз қалай тоқыдық, дәл солай тоқимыз. Яғни біз іліп алған мынау ауа ілмегін тоқымайсыздар. Одан кейінгі тұрған екінші ілмектен тоқимыз. Яғни оны да дәл солай мынау ортасынан кіргізіп, ілмектің арғы бетіндегі қабырғасын тоқитын боламыз. Міне. Дәл жаңа екінші рядта біз қалай тоқыдық, дәл солай үшінші, төртінші, бесінші ряд, яғни соңына дейін сіздер осылай тоқып отырасыздар. Ең бастысы бізде соңына келген кезде бір соңғы ілмекті тоқып болғаннан кейін бір воздушный ілмекті тоқуды ұмытпайсыздар. И басына бастайтын кезде жаңағы ауа ілмегін тоқымайсыздар. Екінші ілмектен бастап тоқуды ұмытпасаңыздар болды. Ары қарай уже сіздер барлық рядты осылай арғы қабырғасынан тоқитын боласыздар. Шатасып былай алып қойсаңыздар, бізде мынандай әдемі узор шықпай қалады. Сол үшін де осы арғы бетінен аласыздар. Бізге резинка шығу керек. Міне. Түсіндіңіздер ғой, ә? Міне. Ортасынан кіргізесіздер де крючокты арғы қабырғасынан тоқисыздар. Барлығын осылай тоқып шығасыздар. Бұл жерде тек қана ұстайтын нәрсе ол осы қабырғаның арғы бетінен тоқисыздар. Әр рядта соңына дейін. Және соңына келген кезде соңын тоқып боласыздар. Содан кейін бір воздушный ілмек ілесіздер, кері айналдырасыздар жұмысты. Содан кейін воздушный ілмекті емес, одан кейінгі бірінші ілмек, яғни екінші ілмек болып саналады. Соны тоқисыздар да, сіздер соңына дейін сіздерге қанша ұзындықта керек, соны тоқисыздар. Енді мен сіздерге ары қарай тоқымай-ақ қояйын. Мен уже дайын тоқып қойған үлгімді, уже повязкам бар, соны көрсетейін. Сіздерге ең бастысы
тоқылу жолын көрсеттім. Бізге осылай әдемі узор шығу керек екен. Дәл осы жаңағы бойынша қайталайтын болсаңыздар, сіздерде дұрыс шығады. Енді мен бұны былай ала тұрайын. Мен уже мамасына тоқып қойдым. Яғни бізде стандарт 55 сантиметр болып саналады, әйел адамдарда 55, 57, 58-ге дейін стандарт болып саналады. Мен қазір 55 қып кішкене басы кішілеу болғаннан кейін 55 сантиметр алдым. Сонымен бізде мында енді мынау экранға симай тұр. Мен қазір өлшеп сіздерге көрсетейін. Бізге 55 сантиметр, яғни біз 55 сантиметр ұзындықта тоқымаймыз мынаны. Бізде бұл резинка түрінде тоқылғандықтан бізде бұл созылады. Созған кезде созылады. Сондықтан да қазір мен сіздерге айтамын. Мында мен тоқыдым. Мынадан бастаймыз. Мен қанша сантиметр тоқыған сіздерге айтайын. Мына 47 сантиметр тоқыдым. Оны тоқу барысында өлшеп отырдым. Яғни қалай өлшеміз? Міне мынау басында былай линейкамызды қойып қоямыз да, мынаны қатты ұстап тұрамыз. Содан кейін барып әр тоқыған сайын мынаны былай созып отырасыздар. Яғни баста сіздерде созылып тұрады ғой, дәл солай созасыздар. Қатты да созып жібермеңіздер, былай тартып. Баста қалай тұру керек, солай қылдырып созасыздар. Сөйтіп мынаны жайлап созып, мына линейканың қаншаға келіп тұр, яғни бізге керекті өлшемге келген кезде біз тоқуымызды тоқтатамыз. Менде уже сол 55, сәл қатты тартсам 57-ге дейін барады, бірақ маған қатты тартқан жоқпын, сол баста тұратындай өлшемде тоқыдым. Одан кейін бізде әлі тігіледі, сондықтан да міне сәл босатып, міне уже маған керекті размерді алдым, яғни тарттым, 57-ге дейін почти келіп тұр. Но менде тігілетін болғандықтан сәл үлкен қылып алдым. Ары қарай қалай тігеміз көрсетейін. Біз осы тоқып алғанымызды енді екі жағы бірдей, бұл жерде оң теріс деген жоқ. Кез келген жағын алып, уже тоқи бересіздер. Міне, осы тұрған осылай аласыздар тоқымаларыңызды, сөйтесіздер де, міне. Яғни мынаны екеуін де былай ішке қарай былай алыңыздар да, ортасынан былай белгілеп алыңыздар. Сөйтесіздер де мынаны кіргізесіздер. Былай бір-біріне кіргіземіз. Мына жіптерді былай шығарып тастасаңыздар, кейіннен бекітіп тастаймыз. Осылай бірдей қылып аласыздар. Міне, осылай бір-біріне дұрыстап аласыздар. Ұзындықтарын бірі үлкен кіші болып кетпесін. Одан кейін осылай бізде жіп сататын жерде, осылай біздің тоқыма жіп кіретінде осы үлкен көзі бар. Мына жағында шүкір емес инелер сатылады. Оны мен алғашқы басқа видеоларында да сіздерге айтып келемін. Осындай ине алғандарыңыз дұрыс. Пластмасс түрін алсаңыздар да болады. Енді осыны ары бері, яғни кәдімгі киім тігесіздер ғой, солай қылып тігіп шығамыз. Тоққан кезде мына ортасындағыларын ұмытып кетпеңіздер. Ортасында бізде төртеу тұр ғой, яғни 1, мына 2, 3, 4. Осы төртеуін де алуды ұмытпаңыздар. Ашық болып қалады киген кезде, сондықтан да осылай алып отырасыздар да, соңына дейін тігіп шығасыздар. Орыстардың осылай видеосын қараған кезде ар жағында папугай нетіп жатады, содан кейін иттері үріп жатады, оның жанында баланыкі енді сіздерге кедергі болмайтын шығар деп ойлаймын. Баланың дауысы. Дегенмен кешірім сұраймын, қарайтын ешкім жоқ басқа. Осы балаларды ұйықтатып жасайтын едім, оған ұйықтамай жатыр. Сол үшін жаныма алып қойып, тоқып сіздерге көрсетіп жатырмын. Осы еңбегімді бағалап, сіздерде лайк басып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер, мен қуанып қалар едім. Міне осылай барлығын ортасындағы
ортасындағы мыналарды да ұмытпай барлығын соңына дейін тігіп аласыздар. Шетіне келген кезде тоже ұмытпаймыз. Бұны қазір кері айналдырамыз. Сондықтан білініп қалады деп. Главное бізде қатты болып тігілсе болды. Ортасындағылар қалып қалмай. Менде мынау өшіп қалыпты. Мынаны бір байлап алыңыздар, бір екі байлап алайық, қатты болу үшін. Сөйтеміз де мына жіптерді сәл кішірейтіп алып, ортасына кіргізіп тастайсыздар мына жіптерді. Осы инемен или крючокпен кіргізсеңіздер де болады. Дегенмен инемен кіргізген кішкене оңайырақ. Осылай ортасына осылай көрінбейтіндей қылып, шығып кетпейтіндей қылып кіргізіп тастайсыздар да. Мынаны қырқып тастайсыздар болды. Екіншісінде дәл солай жасаймыз. Енді осыны кері қарай айналдырамыз. Бізде осылай шықты. Анасы мен қызына. Енді мына жеріне егер сіздер қолмен әдемі бисерлерді тоқып тастасаңыздар да болады, или пистолет клеймен кішкене басқаша моншақтар тіксеңіздер, енді оның барлығы өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Сіздерге енді қанша ілмек ілгенімді айтуды ұмытып кетіппін, қанша сантиметр тоққанымды. Мұнда анасына 12 сантиметр, ені 12 сантиметр болды. Ұзындығы, жаңа мен видеода оны көрсеттім. Бізде ұзындығы, яғни 55 сантиметрге 47 сантиметр тоқыдым, е. Ал ілмектер 35 ілмек ілдім. 35 ілмекпен тоқыдым, ал қызына 10 сантиметр 25 ілмек тоқыдым. Ұзындығы 37 сантиметр болды, қызыныкі. Басының өлшемі 44. Сіздер егер дәл осы жіппен тоқитын болсаңыздар, дәл осылай тоқсаңыздар болады, не болмаса, басқа жіппен тоқитын болсаңыздар, өздеріңіз қайтадан тоқып, жаңаға айтқандай үлгі тоқып аласыздар, содан кейін барып, егер ол дұрыс болса, ары қарай тоқи бересіздер, егер ол кіші или үлкен болса, қайтадан сөгітіп, дұрыстап, қайтадан ары қарай керекті өлшемге дейін тоқисыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздер де дәл осылай тоқып, киіп алсаңыздар болады. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.